Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай духовкада сырмен дайындалатын ерекше және қарапайым тағамның рецебімен бөлісемін. Өте дәмді болып шықты, міндетті түрде жасап көріңіздер. Көп уақыт алмайтын, жылдам дайындалатын тағамдардың бірі. Ең алдымен фаршты алып, дәміне қарай тұз, бұрыш және сарымсақ салып араластырамыз. Пельменге дайындағандай сарымсақты ұсақ-ұсақ етіп тураймыз. Жуылған үлкен бір помидорды алып, жіңішке етіп тураймыз. Келесі сарымсақты екіге бөліп, оны да жіңішкелеп, барлығын турап шығамыз. Картошканы аршып тазалап, оны да жіңішке етіп, ұзын-ұзын соломка қылып турап шығамыз. Духовканың дөңгелек табағына шамамен 4-5 ас қасық май құямыз. Туралған картошканың дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Дөңгелек форманың ең астына осы картошканы салып араластырып аламыз. Енді осының бетіне аздап майонез қосып, туралған сарымсақтарды орналастырып шығамыз. Егер майонез ұнатпасаңыздар, қоспауға да болады. Енді тұздалған фаршымызды бетіне тегістеп, барлық жеріне жеткізіп, салып шығамыз. Фарштың бетіне туралған помидорларды орналастырып, оның бетіне де аз-аздап майонез жағып шығамыз. Майонез салу міндетті емес. Егер болып жатса, ең бетіне болгарский тәтті бұрыш саламыз, оны да салу міндетті емес. Енді осы дайын тағамды алдын ала қызған пеште 180 градуста картобы піскенше 1-1,5 сағатқа қоямыз. Духовканың қызуына қарай 1 сағаттың ішінде пісіп кетуі де мүмкін. Осы аралықта сырымызды алып тёркілейміз. Енді тамағымыз әбден пісіп болғаннан кейін бетіне тёркіленген сырды салып ертіп аламыз. Иісі деген керемет, осындай екінші тағамымыз дайын. Кешкі асқа пісіруге болады. Келесі рецептерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоямыз. Рецепт ұнаса достармен бөлісіп, комментарий қалдырамыз. Сырымыз созылып, дәмді екені көрініп тұр.